Түркістан қаласындағы Сауран мөлтек ауданы ішіндегі футбол алаңшаларын қатты жел құлатып тастамасын деген ниетпен әртүрлі қоқыс қалдықтарымен байлап қойған болатын. Ал жаңа қала аумағындағы балалар бұл әдісті әлі үйренбеген сыңайлы. Себебі ойын алаңшалары жел тұрмақ қатты доп тисе де дірілдеп құлаудың алдында тұр. Бұл дегеніміз алаңшада жүрген балалардың өміріне тікелей қауіп төндіреді деген сөз. Бұл басы ғана Нұр-Сити деп аталатын көпқабатты тұрғын үй ауласында орналасқан ойын алаңшаларына кіретін есіктердің санынан шатастық. Әр бұрышында бір есік. Кім білсін, мердігерлер балалар бір есіктен сыймай қалар деп көп есікті алаңша салған болар. Түркістан қалалық инфрақұрылым бөлімінің бас маманының сөзіне сенер болсақ, соңғы жылдары жаңа Түркістандағы балалар ойын алаңшаларының әрбірі 53 миллион теңгеге салынып жатқан көрінеді. Ал мынадай ойын алаңшаларының сыйқын көріп, аталған жұмыстарға 10 миллион теңге жұмсалды деуге де ауыз бармайды. Ержан Смағұл, Жаңа Тұран, анық ақпаратпен жедел жаңалық.